Сәлем достар, бүгін өте дәмді қайнатпа сорпа жасайтын боламыз. Алдымен суымызды құйып, етімізді салып, тұз салып, жақсылап араластырып, етін 20 минутқа жауып қоямыз. 20 минут қайнаған соң пиязымызды турап дайындап қоямыз. Сәбізімізді тураймыз. Барлығын турап дайындап қойып, қазанымыз қайнаған соң осылардың бәрін салатын боламыз. Картошкамызды ашып, оны да турап қоямыз. Және мінекей қазанымыз қайнады. Көбігін алып тастаймыз және қайта жауып қойып, пиязымызды, сәбізімізді, картофелімізді салып, және тағы да 20 минуттай қайнататын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса подписаться басып, қоңырау жағын басудан